Осы видеоны Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай мырза көрсе қуанып қалар едім. Мен былтыр емес, биыл 2 ай бұрын ғана Кендірліге бардым. Барғанда жол салып қойған екенсіздер, керемет, тамаша көрдім. Бірақ сол жолдарыңызды әуежай салып жатқан компанияның жүк көліктері талқандап жатқанын сіздер байқамаған шығарсыздар. Кәдімгідей Жаңаөзенге жетпей бұрыласыздар ғой Кендірліге. Кендірліге жеткенше былай қарай Түркменстанға қарай кететін жол болады. Сол жолды тамаша қылып салып қойғансыздар. Бірақ асфальттың жабындысы өте жұқа екен. Жеңіл көліктерге арналған шығар. Бірақ сол жерде тонна кәдімгі Қытайдың көліктері былай жүрген кезде ауыр жүк көліктері талқандап жатыр. Енді соны әкімдік, Жаңаөзеннің әкімі бола ма, білмеймін, сол салаға жауапты адамдар бола ма, Нұрдәулет Қилыбайдың өзі назарына алу керек деп есептеймін. Өйткені Құдай сақтасын, енді талқан болып жатыр ана жол деген. Мен өз көзімен көрдім, менде видеолар да бар. Одан кейінгі мәселе, сол бара жатқан кезде Жаңаөзеннің ішімен ары қарай Бекет таға барады, ары қарай асып кетеді, шатаспасақ, одан кейін сол Бозжыраға барады. Бозжыра шынын айтқан кезде туристік аймақ үшін салынып жатыр ғой, Кендірлі бар курорттық аймақ. Бірақ Бозжыра деген қазір туристік аймақ емес, ол туалеттің аймағы болып кеткенін ешқандай ұялмай намыстанып жеткіземіз. Өйткені айнала шашылған қағаз, өйткені адамдарды түсінуге болады, ешқандай тұрғындарды кінәлай берудің қажеті жоқ. Жағдай жасап қойса, сол жерде ешкімнің ешқандай әр жерге бір дәрет сындырып жүрмес еді. Және ол жерде ауыр жүк көлік, жалпы көліктер, асты биік көліктер былай жүрген кезде қандай да бір жол апаты болса, ол жерде жедел жәрдем де ешқандай келе алмайды, алғашқы көмек те көрсетілмеген. Сол нәрсені реттесе, Маңғыстау киелі жер, ата-бабадан қалған жерді бұзбайық дейміз, бірақ қазір адамның қауіпсіздігі біз үшін маңызды. Туристер келіп жатқаннан кейін. Сосын жаңа Жаңаөзенді айтып өттім. Нұрдәулет Қилыбай мырза тағы көрсе, қаланың қасбеттері адам көргісіз, шынын айтқан кезде. Мына қазір Алматыда, Алматы мен Жаңаөзеннің, Ақтаудың бюджетін салыстыруға келмес, бірақ қаланың ішінде де, жалпы мына Жаңаөзенде де қаланың үйлердің ең болмаса қасбетін дұрыстап қою керек секілді. Құдай сақтасын, кешіресіздер, бірақ бір Пәкістан, Сирия, Ауғанстанның үйлері секілді қаншама миллиардтаған мұнай ақшаның үстіне, мұнайдың үстінде тұр. Бірақ Ақтауда көп жерлер кемшілігі көп, бірақ соны айтсаң түсінуге болады, тағы да түсінесің әкімдіктегілерді. Ақтауда бюджетінде ақша жоқ, аз облысқа қарағанда. Сондықтан да осы мәселелер реттелсе, өйткені Жаңаөзендегі қаланың немесе Ақтаудың қаланың қасбеті, келбеті мен Кендірлі курорттық аймағының не қатысы бар десеңіз, келгеннен кейін турист бәріне қарайды ғой. Сондықтан бұл жанашырлық тілек, Жаңаөзен, Ақтау, Ақшағалалы, Маңғыстау өлкесі көркейе берсін, және осы мәселелерді облыс әкімі басқалар назарына алса екен.